Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода география пәнінен 4-ші тоқсанның 2-ші БЖБ-сіне талдау жасап түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын ең алдымен каналға тіркеліп кетейік, тіркелмеген оқушылар болса, және де сабақты мұқият тыңдап БЖБ-ны жақсылап түсініп аламыз. Бөлім елтану және саяси география негіздері бөлімі бойынша алынатын болады. БЖБ және де оған 20 минут уақыт беріледі. Бұл жерде 3 түрлі тапсырма бар. Бірінші тапсырма: берілген мемлекеттерді басқару формасы мен құрылымы бойынша жіктеңіз дейді. Яғни екі түрлі басқару формасы мен мемлекеттік құрылымын жазатын боламыз. Қазақстан мемлекеті бұл басқару формасы республика, және де мемлекеттік құрылымы унитарлы болып келеді. Келесі Ресей, басқару формасы республика, мемлекеттік құрылымы федерациялы республикаға жатады. Жапония, басқару формасы конституциялы монархия, мемлекеттік құрылымы унитарлы. Келесі Ватикан, абсолюттік монархия және де мемлекеттік құрылымы абсолюттік теократиялыға жатады екен. Келесі Бутан, басқару формасы конституциялы монархия, мемлекеттік құрылымы унитарлы болып келеді екен. Келесі екінші тапсырма: саяси картаны қолданып, картадағы сандық және сапалық өзгерістерді анықтаңыз дейді. А тапсырмасы 1991-2015 жылдар аралығында болған сапалық өзгерістерге тән елдерді тауып, себебін анықтаңыз дейді. Яғни жекелеген мемлекеттерде басқару және саяси құрылымның формасының ауысуы байқалады. 2008 жылы көптеген ғасырлар бойы монархия корольдің болған Непал мемлекеті федеративтік республикаға айналды дейміз. Келесі тапсырма бізде үшінші тапсырма, яғни Шанхай ынтымақтастық ұйымының интеграциясындағы Қазақстанның орнын анықтаңыз дейді. Бірінші А. Ұйымның негізгі мақсатын жазыңыз дейді. Яғни ұйымның бірнеше мақсаты бар. Мүше мемлекеттер арасында өзара сенім, достық, татулық, қарым-қатынастарды нығайту. Келесі екінші мақсаты саяси, сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, білім беру, қуат көзі, көлік, экологиялық және өзге де салаларда тиімді әріптестік шараларын дамыту. Келесі мақсаты ортақ күш жұмсап, аймақтық бейбіт өмірді, қауіпсіздікті және тұрақтылықты қамтамасыз ету, демократиялық, әділ және ұтымды саяси, экономикалық, халықаралық тәртіп орнатуға жағдай жасау екен. Келесі Б тапсырмасы: құрамына кіретін, яғни Шанхай ынтымақтастық ұйымының құрамына кіретін мемлекеттерді атаңыз дейді. Ол Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан. Осы мемлекеттер кіреді. Келесі интеграциядағы Қазақстанның орнын сипаттаңыз дейді. Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының аясында жан-жақты өзара іс-қимылдың белсенді қатысушысы болып табылады. Қазақстан ұйымның аясында өтетін лаңкестікке қарсы әскери жаттығуларға, ғылыми конференциялар мен форумдарға тұрақты қатысып отырады. Шанхай ынтымақтастық ұйымы құқықтық базасының нығаюына үлкен үлес қосып келеді. 2006 жылы Қазақстан Бейжіңдегі хатшылықтың жанындағы және Ташкенттегі өңірлік лаңкестікке қарсы құрылымның атқарушы комитетіндегі өзінің тұрақты өкілділігінің аппаратын алғашқы құрғандардың бірі болды. 2007 жылдан бастап 2009 жылдың соңына дейін Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы болып Болат Нұрғалиев, яғни Қазақстан өкілі, тағайындалды. Шанхай ынтымақтастық ұйымының әрбір жұмыс органында Қазақстанның атынан 6 адам қызмет атқаруда. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің БЖБ талдау аяқталды. Каналда 8-ші сыныптың басқа да пәндерінен 4-ші тоқсанның БЖБ және ТЖБ тапсырмалар шығып жатыр. Кіріп қарасандар болады.